келіп тұр, Иә, бірақ ата-анам кітапты көп оқы дейді. Сол кезде ғана үлкен азамат ғалым боласың дейді. Кітап қана оқи бермей, арасында барып, ойнап тұрсаң да болады. Айналаңдағылармен араласу керек, әйтпесе тұйық болып қаласың. Бар да футбол ойнап кел. Әкем рұқсат етпейді, басыңа зақым келеді. Оны айтпа, ештеңе қылмайды, бар, қорықпа, бар. Әкем ұрсыш. Ұрыспайды, бар, ойнап кел, бар. Қатты ауырып тұр ма? Иә. Енді күнде ойнамағаннан кейін солай ауырады. Күнделікті нагрузка керек бұлшықетке. Енді күнде ойнайын десем, әкем жібермейді ғой. Болмаса өздерге айта сал. Онда тұрған ештеңе жоқ. Әкем келді. Не істеп отырсың, Сабақ қашан бітті? Қараңғы болды ғой, үйге қайтпайсың ба? Кешіріңіз. Бұл әрине менің шаруам емес, бірақ балаңызды басқа балалардан шектете бермей, арасында ойнауға рұқсат беріп тұрыңызшы. Сен кімсің? Мен мектепте жаңа мұғалім физика пәнінен. Мұғалім ретінде айтайын, балаңыздың потенциалы өте жақсы. Білімді, ғалым болатын бала. Бірақ басқа балалармен коммуникациясы нашар. Ойнамайды. Әкем рұқсат бермейді дейді. Жарайды. 2008-де $1 албаңыз. А? Жарайды ештеңе.